Әйелді бақытты ету үшін 35 кеңес. Біріншісі, ашушаң болмаңыз. Әйеліңіз сіздің жаныңызда өзін қауіпсіз сезінсін. Екіншісі, үйге келгеніңізде әйеліңізге ассалаумағалейкум деп амандасыңыз. Ондай үйге шайтан жоламайды. Үшіншіден, пайғамбарымыз әйелді аялап ұстауды қажет ететін хрусталь ыдысқа теңеген. Әйел табиғаты өте нәзік. Онымен қарым-қатынаста өзіңізді барынша қадағалаңыз. Төртіншіден, әйеліңізге кеңесті оңашада әрі өте жұмсақ айтыңыз. Оның кемшіліктерін жұрт алдында ауызға алудан абай болыңыз. Бесіншіден, жомарт болыңыз. Әйеліңізге сарандық танытпаңыз. Алтыншы, ашуға бой алдырмауға тырысыңыз. Отбасы болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады. Кейде кішкентай мәселеде келіспей қалуларыңыз мүмкін. Пайғамбарымыз ашуланған жағдайда отырған жағдайда жатуға бұйырған. Болмаса дәрет алыңыз. Су ашуды басады. Жетінші, әйеліңіздің алдында әдемі көрінуге тырысыңыз. Жағымды әтірлер сеуіп жүріңіз. Мұндай жағдайлар қарым-қатынастағы жылылықты сақтауға көмектеседі. Сегізінші кеңес. Әйеліңізбен қарым-қатынаста қаттылық танытпаңыз. Бұл сіздерді бір-біріңізден алыстатып жібереді. Қаттылық жүрегіңізді Алладан да алшақтатады. Тоғызыншы кеңес. Әйеліңізді тыңдап, оның пікірін қабылдай біліңіз. Оныншы, арасында жұбайыңызды мақтап тұрыңыз. Өйткені әйел адам не істесе де, оны сіз үшін және балалары үшін істейді. Оның еңбегін бағалап, мақтап тұрыңыз. 11-ден, онымен дауласпаңыз. Дауласу некенің жауы. Хадистердің бірінде, егер Алла тағала адамдарға жамандық қаласа, олардың ортасына дау салады делінген. 12-ші кеңес. Пайғамбарымыз мұсылманға әйелін оған ұнатпайтын ең әдемі есімдермен атауды бұйырған. 13-ші кеңес. Оған тосын сыйлар жасап тұрыңыз. Жарыңызды күтпеген сыйлықтармен қуантып тұруды ұмытпаңыз. Мысалы, әйеліңізге қарбыз ұнайтын болса, оны үйге әкеле салудың еш қиындығы жоқ қой. 14-ші, тіліңізді тыйыңыз. Оның пікірмен келіспесеңіз де, эмоцияға берілмей, мәселенің ақырын күтіңіз. Адамды тозаққа тіл аппаратының естен шығармаңыз. 15-ден, бәрінде кемшілік бар. Әйеліңізді бар қалпында қабылдаңыз. 16-ші кеңес. Оны бағалайтыныңызды білдіріп тұрыңыз. Оның сізге жасаған қызметі өзіңіз үшін өте жоғары бағаланатынын білсін. 17-ші. Оның ата-анасы туған туыстармен қарым-қатынасына үнемі қолдау көрсетіңіз. 18-ші кеңес. Онымен қызығушылықтары туралы әңгімелесіңіз. 19-дан. Туған туыстардың алдында мақтап, дәрежесін көтеріп қойыңыз. 20-ші кеңес. Иманына күзетші болыңыз. Ұйықтап қалып жатса, намазға қоятыңыз. Ерлі зайыптылар бір-біріне жәннатқа жетелеуші болуы керек. 21-ші кеңес. Оның сорпаның тұзын көп салып жібергені секілді кемшіліктеріне көз жұма қараңыз. Әйеліңіз туралы тек жақсы ойда болыңыз. Тым болмағанда оған кек сақтамаңыз. 22-ші кеңес. Әйеліңізбен әсіресе жүкті хайыз кездерінде сабырлы болыңыз. 23-ші кеңес. Жұбайыңызды қызғаныңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед әйелін қызғанбаған жан жәннатқа кірмейді деген. 24-ші кеңес. Өз пікіріңізді оныкінен жоғары қойып, онымен ақылдаспай шешім қабылдамаңыз. 25-ші. Достарыңызды әйеліңізден жоғары қоймаңыз. 26-ші кеңес.
Әйеліңізге үй шаруасында көмектесіп тұрыңыз. Үйдің барлық жауапкершілігі әйелдің нәзік иығында жатыр. Оның шаршауы мүмкін. Сондай кездері түсінетініңізді ұқтырып, кей істерін жеңілдетіңіз. 27-ші кеңес. Сөзде де, істе де сізге ең жақсы әйел бұйырғанын айта жүріңіз. Сонда жұбайыңыз одан да үлкен махаббатпен жауап беретін болады. 28-ші кеңес. Әйеліңіз үшін дұға жасаңыз. Тек Алла тағала ғана сіздердің некелеріңізге махаббат пен береке нәсіп ете алады. 29-ші кеңес. Оның есіне өткен қателіктерін сала бермеңіз. 30-ші кеңес. Отбасыңызды қаржымен қамтамасыз еткеніңіз себепті көкірегіңізді керіп, өзіңізді отбасындағы басты адам санамаңыз. Оның да отбасында өз міндеттерін атқарып жүрген тең құқылы адам екенін көрсетіңіз. 31-ші кеңес. Оны тамақтандырыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Үмметіне бұл нәрсені үйретті. Мұндай қарым-қатынас ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген махаббаты мен мейірімін арттырады. 32-ші кеңес. Әйеліңізге жылы жүзбен қараңыз. Бұл сүннет. 33-ші. Балаларыңызды тәрбиелеуге көмектесіңіз. Көптеген ер адамдар бала қарау әйелдің ғана ісі деп ойлайды. Бұл қателік. Керісінше көмектесу керек. 34-ші. Әйеліңізге оның әдемі екенін айтып тұрыңыз. Нәтижесінде жұбайыңыздың бұрынғыдан да сұлулана бастағанын байқайсыз. 35-ші кеңес. Одан құпияңыз болмасын. Арадағы сыр түсініспеушілікке алып келуі мүмкін. Алла тағала сіздердің үйлеріңіз бен жүректеріңізді тыныштыққа, махаббатқа,